Қайырлы күн достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін қамырын жаюды қажет етпейтін өте дәмді, оңай сүзбелі пирог дайындаймыз. Видеоның соңына дейін қарап каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Міндетті түрде сіздерде жасап көріңіздер. Алдын ала електен өткізілген ұнымыздың үстінен сары майымызды саламыз. Одан кейін жақсылап тұрып осылай ұнтақтап аламыз. Егер сары майыңыз қатып тұрған болса, үккіштің көмегімен өткізіп алсаңыздар болады. Үстінен қантымызды саламыз, араластырып аламыз. Біраз қасық қопсытқышымызды салып, тағы да осылай араластырып аламыз. Міне біздің негізіміз дайын болды. Енді салмамызды дайындауға кірісеміз. Сүзбеміздің үстінен қантымызды, 3 жұмыртқаны, 3 ас қасық қаймақ менде 20%, біраз қасық қопсытқышымызды салып, қосындыларымыздың барлығын шанышқының немесе қасықтың көмегімен осылай біркелкі болғанша жақсылап араластырып аламыз. Міне біздің салмамыз дайын болды. Енді біз негізімізді формамызға салып аламыз. Менде форманың диаметрі 26 см, 22-лік, 24-лік формаларды қолдана берсеңіздер болады. Осылай көп бөлігін астына салып, бетін жақсылап тегістеп аламыз. Одан кейін салмамызды толықтай құйып, осылай мен бетіне кішкене әдемілік үшін, дәм беру үшін марина қостым. Кез келген жидекті қоса берсеңіздер болады. Бірақ тым көп қоспаңыздар, кішкене ғана бетіне әдемілік үшін салсаңыздар, жақсы үйлесіп, әдемі дәмді болып шығады. Қалған негізімізді үстіне осылай сеуіп шығамыз. Алдын ала қыздырылған пеште 180 градуста 40-45 минут пісіріп аламыз. Міне біздің пирогымыз пісті. Мен жаңа ғана пештен 15 минут бұрын ғана шығардым. Бірден формадан алмайсыздар, кішкене суыған соң аласыздар. Бірден алсаңыздар сынып кетеді. Қарасаңыздар беті кішкене сарғайған. Әдейі мен осылай пісіремін, ортасы шикі болып қалмас үшін. Міне ортасы осындай болып шықты. Сіздерге көрсету үшін 15 минут суыттым. Сіздер толықтай суытуға кеңес беремін. Толықтай 1 сағат, одан да көп суытсаңыздар тіпті жақсы болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Өте дәмді, жұмсақ болып шығады. Видеоның соңына дейін көрген болсаңыз, қоңыраушаны басып, лайк, комментарий жазуды ұмытпаңыз.